Сәлем қайырлы күн достар. Енді көп санды кісілердің сұрап жататыны мынау не дүние, не қандай жұмыс жасайды деп сұрап жатады. Бұл мотоцикл нейтралкіде тұрған жағдайда статор жұмыс жасау үшін қойылған бір тек диод қана. Тек мотоцикл нейтралкіде тұрған жағдайда. Ал енді скоростта тұрған жағдайда ол жаңағы сцеплениенің жанындағы осында екі тоқсын барып тұрады сцеплениенің түбіне. Сол екеуін жалғау арқылы ғана жұмыс жасайды. Өйткені жаңа скоростта тұрғанда сцепленияны басса, скоростта жұмыс жасамайды. Яғни мотоцикл жүріп кетпейді ғой. Сол үшін оны сцепленияның түбінен атқан. Ал енді мына аппарат тек қана бір жаққа ғана ток өткізетін бір кішкентай диод. Сіздерге көрсетейін. Тек бір жаққа ғана ток өткізетін кішкентай диод бар. Сол күйіп кеткен жағдайда статор нейтралкіде тұрған жағдайда жұмыс жасамайды. Яғни мынаны алып тастасақ, міне әзір. Бұл статор нейтралкіде тұрған жағдайда жұмыс жасамайды. Мен әзір міне кілтті қосамын. Статор міне кнопкасын басып тұрмын, мүлдем жұмыс жасамайды. Ал енді мынаны қосып, міне статорды бастап, статордың кнопкасын бассам, жұмыс жасап тұр статор. Видео ұнаса лайк басып қолдап отырыңыздар. Келесі видеода кездескенше, қош сау болыңыздар.